Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен қауым. 24 KZ телеарнасының эфирінде бет-бе-бет бағдарламасы, студияда Арман Балтабайұлы. Қазақстан жоғары білім мен ғылымды халықаралық деңгейге шығарудың жаңа кезеңіне қадам басып келеді. Әлемнің жетекші университеттерінің филиалдарын ашу, озық технологиялар мен жаңа ғылыми құзыреттерді елге тарту мемлекетімізді білім беру хабына, ғылыми технологиялық орталыққа айналдыра ала ма? Бұл туралы студиямыздың бүгінгі қонағы, ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбекпен сөйлесеміз. Саясат мырза, кеш жарық, студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдік, үлкен рахмет шақырғандарыңызға. Сонымен сұхбатымызды бастасақ, сіз таяуда осы білуімше Жапония мен Оңтүстік Кореяға жұмыс сапарымен барып қайттыңыз. Сөйтіп, сол жақтағы жоғарғы оқу орындарымен бірқатар келіссөз жүргіздіңіз, кездестіңіз. Соның нәтижесі қандай? Мүмкін кейбіреуі қазірдің өзінде тәжірибеге өзімізде іске асып жатыр ма? Біріншіден, Жапонияда президенттің тапсырмасымен біз Біріккен ұлттар ұйымының университеті ашуды жөн көрдік. Қазақстанда бұл Біріккен ұлттар ұйымының жанындағы үлкен желі, бір 13 сондай университет бар. Оның үлкен өздерінің мамандандырылған бағыттары бар. Ал олардың штаб-квартирасы Токио қаласында орналасқан. Сондықтан барып, Марвала мырзамен, сол Біріккен ұлттар университетінің ректоры һәм бас хатшының орынбасары, сондай үлкен лауазымы бар. Сол кісімен кездесіп келдік. Былтыр президентіміз барып сол жерде лекция, дәріс беріп кетті. Келісімін берді. Сондықтан осындай үлкен халықаралық хаб Алматы қаласында келесі жыл ашылатын болды. Сонымен қатар енді біз көптен армандадық Жапонияның мықты университеттерін Қазақстанға келу. Мен өзім Жапонияда оқыған уақытында Тодай деген Токио мемлекеттік университетінде 1877 жылы Мейджи үлкен императорлардың кезінде үлкен сол Жапонияның көтерілісі, серпілісі басталғанда тұңғыш сол жаңа Тұрпатты университеті негізін қалаған тұғын императорлық университет деп, сосын сол Токио мемлекеттік университеті болып қалыптасқан. Солармен кездестік. Және Токио метрополитен университеті бұл Токио әкімдігінің, Токио қаласының әкімдігінің 46-47 жылдары құрылған университеттері. Сол университеттермен кездесіп келдік. Жақсы жаңалық біздің көрермендерімізге де енді келесі жылдан бастап магистратура, докторантураға және бакалавриатқа сол университеттерге түсуге болады. Толық грант беретін болды бізге Қазақстанға. Қазақстанның азаматтары магистратураға, докторантураға түсуге, бакалавриатқа да жақсы шәкіртақымен. Айлық шәкіртақылар да жақсы. Бірақ енді қатты Қазақстанды сүйгеннен емес, бала жоқ. Қазіргі таңда Жапония болсын, Корея болсын, жалпы Азия елдерінде балалардың демографиялық үлкен проблемалары бар. Демография қазір түсіп бара жатыр. Бір ғана мысал, 122 миллион халықтың саны қазіргі таңда Жапонияда, былтыр 671 мың бала ғана дүниеге келген. Қазақстанда 6,5 есе аз халықтың саны Жапониямен салыстырғанда, бірақ жарты миллионға жуық бала дүниеге келген. Мына біздің көрші Өзбекстанда 4 есе халықтың саны аз Жапониямен салыстырғанда, бірақ 1 миллионға жуық бала дүниеге келді. Яғни Жапониядан көп. Ал Оңтүстік Кореяда 52 миллион халқы бар қазіргі таңда, Қазақстанда 20 миллионнан асып кетті. 250 мың бала ғана дүниеге келді. Осыдан бірнеше жыл бұрын Оңтүстік Кореяда Түркістан өңіріміз, Түркістан облысы қазір 280-290 мың бала дүниеге келеді. Қазақстанның бір өңірі қазіргі таңда 52 миллиондық Оңтүстік Кореядан көп бала табады. Кореяда өте мықты келіссөздер жүргізілді. КАИС, бұл Кореяның ең мықты ұлттық зерттеу университеті, алла жазса келесі жылы келіп Қазақстанда үлкен кампус ашатын болады. Мына күзде президентіміз ресми сапармен бара жатыр Сеулға. Сол жерде үкімет аралық келісім шартқа қол қоятын боламыз. Және де бірнеше мықты Кореяның университеттері, Вусонг университеті былтыр ашылды Түркістанда, Қостанай қаласында Донг-И деген Кореяның мықты Kia, Hyundai автомобиль жасайтын компаниялармен жұмыс істейтін университет ашылды. Сеул-Тек, Сеул ұлттық ғылым және технология университеті, Қорқыт-Ата университеті Қызылорда негізінде ашылды. Сеул-Сайбер университеті, кибер университет, қазір біздің 3 жеке меншік университеттермен бірлескен бағдарламаларды осы жылдан бастайтын болады. Және де бірнеше ең мықты Кореяның университеттерімен келісіп келді. Корея университеті ең тұңғыш олардың Токио мемлекеттік университеті Корея университеті 1905 жылы.
негізі қаланған және Сеул ұлттық университеті. Бұл Аль-Фараби тәрізді ең мықты университеттер қазіргі таңда. Неліктен Азия? Қазіргі таңда қарасаңыздар, ақырындап технология, инновация, экономикалық даму батыстан шығысқа көшіп бара жатыр. Қытай, бұрын ең бірінші кеткен азиялық тигрлардың Жапония, қазір оңтүстік Корея, ең мықты университеттер, ең мықты қолданбалы ғылымда сол елдерде. Сондықтан қазір президенттің нұсқаулығымен, тапсырмасымен біз ақырындап азиялық университеттерді Қазақстанға әкелуге бастадық. Қытайдың бірнеше мықты университеті, шығыс, батыс, солтүстік батыс техникалық университет, политехникалық, келесі жылы Шияндағы орналасқан Жаотонг халықаралық политехникалық университет келетін болды. Өзіміздің астанамызда, елордада қазір былтыр 2 жыл бұрын ашылдық. Бейжің тіл және мәдениет университетінің филиалы ашылды. Яғни Қытай тілін жақсы меңгергеніңіз келсе, сол университетке баруымыз керек. Бұл өте мықты, дүние жүзінде бірінші орында тұр рейтинг бойынша ресми Қытай тілін оқытатын оқу орны. Президентіміз уақытында совет кезінде дипломат болып, 80-ші жылдарда 87-88 сол университетте тілдік оқытудан өткен уақытында. Сондықтан ол университетті де Қазақстанда аштық, астанамызда. Саясат Мырза, кешіріңіз, сөзіңіз аузыңызда. Жаңағы мен қазір келесі қойайын деп отырған сұрағымның жауабының басын өзіңіз бастап та қойдыңыз. Сұрақ мынандай, неліктен жаңағы Азия дегенге өзіңіз ақырындап жауап бердіңіз, бірақ неліктен Жапония мен Оңтүстік Корея? Бұл мемлекеттердің жаңағы озық технологияларға қазір мықты дамып келе жатқан бастан бір себебі болуы мүмкін бе? Және олар біздің елімізде ашылғанда филиалдары қай бағытта сабақ береді? Біріншіден, бұл елдерде қазір үлкен паника. Оны ашығын айтайын сізге. Неге десеңіз, үлкен алпауыт бәсекелес оянды, ол Қытай. Қазіргі таңда Корея, Жапония компаниялары паникамен сұмдық дірілдеп, қорқып болашаққа қарап отыр. Неге десеңіз, автомобиль жасау, кеме құрылысы, электроника, химия өндірісінде мінекей алпауыт үлкен дәу бәсекелес оянды. Дәл олардың жандарында. Өзіңіз қарасаңыздар, мысалы осыдан 10 жыл бұрын Кореяның автомобильдері, Европа автомобильдерін жапондықтарды ақырындап ығыстырып біздің нарығымызға кіріп алды. Қазір Kia клубтары, Kia, Hyundai негізгі 10 жыл бұрын басына күмәнмен қарап, қалай мына жерден келген машиналар? Енді болмағанда монополист болады. Енді Қытай дәл солай, Қытай қазір ақырындап бәрін ығыстырып жатыр. Мына өзіміз көріп жатырмыз. BYD, Geely. Кореяның бізге қандай үлкен қызығушылығы бар? Бірінші, әрине шикізат, әрине энергетика көздері. Қазақстан шүкір қазіргі таңда уран мысалы өндірісі бойынша дүние жүзінде бірінші орында тұр. 43% дүние әлемдік көлемде шығарылған уран Қазақстанда шығарылады. Бізге қызықтысы және мына критикалық минерал деген қазір ұғым шығып жатыр. Яғни мына жаңа индустрияларда, жаңа технологияларда, хай-тек, электроника болсын, робототехника болсын, мына серверлер болсын, оның бәрі мына сирек металдарды қажет етеді. Сол металдарды, сол ішінде де ол үлкен ұғым критикалық металдар. Титан кіреді, ішіне түрлі металдар, ол металдар болмаған жағдайда мына жаңа технологиялар дамый алмай қалады. 82%-ға дейін, кемінде 80%-ы қазір Қытай соларды ұстап отыр. 80-ші жылдары Дэн Сяопиннің даналығы, олар ақырындап бастап, қазір бүкіл әлемдік нарықты солар қазір өзіне бағындырып алған. Қазақстан, Жапония үшін де, көп елдер үшін, Европа елдері үшін де, Корея үшін де сол критикалық минералдардың, жақсы табиғи ресурстардың, жаңа энергетика, атом энергетикасының үлкен бәсекелесте емес, үлкен саяси күш емес біз, бірақ тұрақты, ашық, ұзақ мерзімді серіктес. Сондықтан біздің қазір президенті көп Кореяға барды, былтыр, енді бара жатыр. Негізгі мақсат, сіз Корея дамыған елдер бізге технологияларды беріңіз. Біз сіздерге тұрақты, ұзақ мерзімді сол критикалық минералдарға қолжетімділікті сақтаймыз. Мұна қазіргі осы Қазақстанда біз құрып жатқан
мықты шетелдік университеттердің филиалдардың желісі үш негізгі мақсаты бар. Бірінші мақсаты мықты тәжірибені Қазақстанға әкелу, соның арқасында шетелдік университеттерде келді, соның арқасында шетелдік студенттер келіп жатыр. Мінекей мен сізге осындай бір картаны дайындап келдім. Біздің атақты картамыз 37 мыңнан астам қазір шетелдік студент оқып жатыр Қазақстанда. Соңғы 5 жылдың ішінде бұл біздің тарихи рекордымыз. Міне қарасаңыздар, Қытайдан тұңғыш рет мысалы 3,5 мыңға жуық студент келді. Үндістан, Пакистан, Ресей, Турция, Европа елдерден, Германиядан, Оңтүстік Кореядан, ақш-тан ақырындап келіп жатыр. Екінші мақсатымыз ол қарасаңыз мына картаға біз тек қана үлкен қалаларда емес, Астана, Алматы бүкіл өңірлерді қамтамасыз еттік. Әр өңірде қазір мамандандырылған шетелдік филиал ашылды. Солтүстік Қазақстанда Аризона университеті, Ақтөбе өңірінде Хайриот, Қызылордада Сеул-Тек, міне қарасаңыздар. Яғни біз өңірлік университеттерімізді осы желі арқылы зерттеуші форматқа көшіріп жатырмыз. Бұл өте оңай емес, қиын процесс зерттеуші университетті құру. Бірақ негізгі үшінші мақсат ол технологиялардың трансфері. Осындай платформалар арқылы біз ғылыми экспертиза, ғылыми жетістіктерді технологияларда келе жатырмыз. Өзіңіз айтып отырған жаңағы KAIST университетінің біздіге Қазақстанда филиалының ашылуы қазір бір осы салада үлкен бір жаңалықтардың бірі болып отыр. Сол туралы кішкене кеңірек айтып өтсеңіз. 4 жылдай келіссөздерді жүргіздік. KAIST енді өте мықты. Топ 50-ге кіреді дүние жүзінде. Кореяның ең мықты зерттеуші университеті сөзсіз. KAIST-тың кампусын Қазақстанда ашу өте маңызды. Біріншіден Алатау қаласында ашылатын болады. Алатау қаласы білесіздер, қазір мына жаңа конституциямыз, ата заңымызда белгіленген арнайы мәртебесі бар қала. Ол қалада кез келген жаңа технологияларды тестілеу, кез келген жаңа биотехнология болсын, медицина болсын, ұшқан машиналар болсын, ұшатын таксилер болсын, бәрін сол жерде тестілеуге, сол жерде сынақтан өткізуге мүмкіндік беретін бір арнайы заңды құқықтық бір кеңістік деп айтуға болады. Яғни бұл болашақтың қаласы, бұл жаңа технологияларды бір практикалық тұрғыдан емтиханнан, сынақтан өткізетін бір қала. Сондықтан KAIST-ті сол жерге әкеле жатырмыз. KAIST арқылы қазір біз сол бірнеше жаңа жоғары технологиялық салаларға да кіруге мүмкіндігіміз болады. Ол робототехника саласы, ол жаңа электроника чип саласы, жасанды интеллект саласы, жаңа материалдар саласы, биотехнологиялар саласы. 5 осындай үлкен бағытты белгілеп алдық біз. Жаңа сол пысықтаған біздің серіктестерімізбен, әріптестерімізбен пысықтаған модель бойынша 5 үлкен лаборатория, 5 үлкен факультет болады, Қазақстанда оқытылады, және дәл сондай 5 департамент KAIST-тың ішінде болады. Біздің жас ғалымдарымыз, оқушыларымыз KAIST-тың бағдарламасымен, KAIST-тың көмегімен, KAIST-тың оқытушыларымен, профессорларымен оқытылады. Және де сол оқудың бір бөлігін Кореяға, Сеулға барып, дәл сондай лабораториялармен жұмыс істейді. Өте жақсы жұмыс. Саясат мырза, мына өзіңіз алып келген картаны қарап отырсам, мінекей байқағаным, тек қана Астана мен Алматы қалаларында шоғырланбаған жоғары оқу орындарының барлығы бүкіл еліміз бойынша қалыптасқан екен. Неліктен бұлай шешім қабылдадыңыздар? Бұл өте маңызды. Бұл да қиын болды. Яғни мықты университетті Қазақстанға шақырып, алып келіп ол бір пәле. Оны Астана, Алматы үлкен қалаларға емес, мысалы, ренжімесін Ақтөбеге апару, Атырауға апару, Оралға апару, Петропавлға апару, ренжімесін ешкімді өте қиын. Неге десеңіз, олар енді үлкен қаланы талап етеді. Халықаралық дәрежедегі біздің профессорларымыз келсе, олар қайда тұрады, балалары қайда барады, олар өздері қалай қыдырады, Алматыны бәрі жақсы көреді әрине. Неге? Бірнеше үлкен маңызды логика осы жұмыста жатқан. Біріншіден, бізде өкінішке орай қазір өңірлер арасындағы бір үйлеспеушілік бар. Жастардың бәрі қайда қашады? Алматыға қашады, Астанаға қашады, үлкен қалаларға қашады. Неге? Неге десеңіз, сырттан қарайды, ең мықты университеттер қайда? Алматы мен Астанада. Ең мықты жұмыс орындары, ірі компаниялар қайда? Алматы мен Астанада. Жұмыс мүмкіндіктері қайда? Көбіресе Астана мен Алматыда. Ең мықты оқытушылар қайда? Астана мен Алматыда. Сондықтан біздің бірінші логикамыз мына әр өңірге мықты мамандырылған
университет тапыр. Петропавл қаласында Аризона университеті, өте мықты американдық университет. Бұл біріншіден нені қамтамасыз етеді? Өңірлік баланс, тепе-теңдікті. Енді сен мықты, мысалы, Аризона университетінің дипломын алғың келсе, Петропавлға барып оқу керексің. Ішкі көші-қон, ішкі миграция қатты әсер етеді. Мысалы, Аризона университеті 5 жыл бұрын ашылды. Бірінші жылы 8 өңірден, Қазақстанның 8 өңірден балалар түсті. Үшінші жылы 18 өңірден. Қазіргі таңда 16 шетелдік мемлекеттен 96 бала оқиды. 16 ішінде Ресей, Моңғолия, Азербайжан, Қытай, Өзбекстан, Иордания, Египетте ондай да барып келетін. ақш-тан бір азаматымыз бар келіп оқып жатқан. Және 20 өңірден, яғни қазір мына өңірлік бір көші-қон тепе-теңдігі сақталады. Екіншіден, бұл өңір үшін экономикалық драйвер. Тағы да бір маңызды нәрсе, бұл өңірлік экономика, мамандандырылған экономикаға көмек. Бізде өкінішке орай қазіргі таңда мынандай бір фактор бар. Өңірлер бір-бірімен бәсекелеседі, амалсыз. Бір өңір бір не соқса, завод, мен де завод соғам. Бір өңір бір үлкен стадион соқса, мен де неге біз олар қаламыз деп. Ол дұрыс емес. Қазақстан үлкен мемлекет, үлкен ел. Әр өңірдің өзінің экономиканың мамандандырылған бағыты болу керек. Мысалы, енді оңтүстікте ол ауыл шаруашылық, ол туризм, ол биотехнологиялар, енді солтүстікте ол ауыл шаруашылық, бидай, машина жасау, әр өңірдің өзінің. Сондықтан өңірлік экономикалар, олар бәрі көп тарапты болмау керек. Ананды жасаймын, мынаны жасаймын. Жоқ, күшімізде жоқ. Ең бастысы капитал жоқ, адами капитал. Мысалы, бір оңтүстікте үлкен машина жасау, заводты ашау болады, бірақ қиын. Неге десеңіз, мамандандырылған кафедралар жоқ, сол кадр даярлайтын бұрыннан қалыптасқан университеттер жоқ. Біз мысалы әр өңірге сол мамандандырылған университетті таптық. Ақтөбе 3 мамандықпен қазір оқытып жатырмыз. Мұнай инженериясы, электроэнергетика, компьютерлік инженерия. Хериот Уот, Британияның мықты зерттеуші университеті, өте мықты. Жұбанов университетінің негізінде қазір жұмыс істеп келе жатыр 4-ші жыл. Сонда біз жергілікті бүкіл компанияларды жинап, Ақтөбе мұнайгаз, Ақтөбе рентген, CNPC, ERG-дің үлкен металлургия заводы бар. Хериот Уот отырғызып айттық, мінекейіңіз, мына ең мықты компаниялар жергілікті. Қандай мамандықтар керек сізге? Әкелдік сізге Хериот Уотты. Олар айтты, бізде мұнай-газ, мұнай, және электрик инженерия бүкіл нелерге, заводтарға керек екен, және компьютерлік инженерия. Қазір біз цифрлық технологияларға көп мән береміз деп. Болды, осы 3 бағытпен бастадық. Мысалы, міне Губкин университетінің неге Атырау мұнай-газ университетіне апардық. Енді әрине Губкин ол негізгі мұнай-газ Ресейдің бұрыннан келе жатқан университеті. Яғни бұл кездейсоқ емес. Семейдегі Шәкәрім университеті, сүйінші, менің туған өңіріме сүйінші, жақында ғана Мөрдік деген Австралияның ең мықты ауыл шаруашылық және қой генетикасы, мал қауіпсіздігі, ветеринария саласындағы бірінші университет Австралияда. Олар өте мықты осы салада, ауыл шаруашылық саласында. Сондықтан Шәкәрім университеті көп адамдар біле қоймайды. Көп ойлайды ғой, ол педагогтар дайындайды. Бірақ уақытында зооветеринарлық өте мықты институт болған. Жанып кетті, сосын семейліктер біледі. Қанша жыл тұрды ана ғимарат. Уақытында совет кезінде 70-ші жылдары үлкен генетикалық лаборатория зертхана болған, сол Шәкәрім университеті, сол зооветеринарлық университет. Байыс деген жаңа қойдың түрлерін, селекция, генетикалық зерттеу орталық болған тұғын. Сол өкінішке орай шәлік қалды да, енді сол мықты Австралия университетінің Берік Уәли мырзаға, әкімге үлкен алғысымызды білдіргіміз келеді. Бірден оланы қонақтарымызды ұстап алып, бәрін көрсетіп, қолдау көрсетіп, жаңа перспективалық учаскелерді белгілеп, қазір ол жақта да үлкен жаңа қаланың несі салынып жатыр. Австралиялықтар енді болды, біз шешім қабылдадық, ақырындап келесі жылы бастаймыз. Сондықтан осы бір аптадан кейін Үндістанның ең мықты криминалистика университетін әкеле жатырмыз. Ішкі істер министрлігінің жанында, академияның жанында оларды ашылады. Сондықтан біз бұл кездейсоқ емес. Көп адамдар сынға тартады, ол не керек бізге осыншама шетелдік университеттер, кім асырайды оларды, өзіміздің университеттер неге көтермейсіздер? Мына картаға тағы да қарасаңыздар,
көбінесе бұл серіктестіктер жергілікті өңірлік университеттің негізінде бірігіп жасалады. Мысалы, мына Мөрдік университеті атап кеткен Австралияда, ол Шәкәрім университетімен бірге жасайды оны. Зертханалары, инфрақұрылымдары, яғни осы серіктестіктер арқылы біз жергілікті біздің өңірлік университеттерімізді зерттеуші форматқа көшіреміз осы арқылы. Дамытамыз. Неге десеңіз, менің министрлік құрылғанда 2-ақ жол болды бізде. Бірінші жол өте ұзақ, тар жол тайғақ кешу өте қымбат. Ол Назарбаев университет тәрізді бүкіл мемлекеттік университеттерді сол форматқа көшіру. Өте қымбат. Ондай ақша да жоқ бізде, шыны керек. Мойындауымыз керек. Екінші жол, онда мықты университеттер, шетелдік университетті алып, көндіріп, алдап, сулап, Қазақстанға әкеліп, соның генетикасын, соның зерттеуші әлеуетін біздің университетке әкелу. Яғни ол бір қысқа жол. Осы ғылыми жобалардың, яғни осы серіктестіктердің арқасында қандай технологиялық трансфері? Қазақстанда күкірт көп. Біздің мұнайымыздың 17-18% орта есеппен алғанда сол күкірттен құрастырылған. Қазір миллиондаған тонна Атырау жаққа, батысқа барсаңыздар, таулар жатыр, күкірттің таулары. Біз осы мәселені қазір Аризона университетінің Джеффри Пьюн деген атақты профессор бар, соны мен қазір қолға алдық. Мінекейіңіз, күкірттен жасалған полимерлер. Мына осындай полимер, мынандай пластмассалар, мұның бәрін не істейді, пластмассалар, пластиктер қай жерде қолданылады, ойыншық болсын, не бұл бәрін осыдан жасауға болады, өте арзан. Тіпті ойыншық жасауға болады? Ойыншық жасауға, неге десеңіз, табиғи зияны жоқ, таза, бірақ ең бастысы ол не? Міне, линзалар. Яғни көзілдіріктерге осындай линза жасауға болады. Күкірттер, күкірт ол енді арзан емес, бір тоннасы қазір білмеймін енді $300 ма, $400 ма, $500 жетуі мүмкін. Бірақ бір тоннадан мыңдаған осындай линза жасауға болады. Ол бір линзаны кемінде $5-10 сатасыз. Мүлдем басқа деңгейде. Әрине. Және де мінекейіңіз тұңғыш шығарған біздің қазір осы күкірттен арзан тыңайтқыштар. Ол тыңайтқыш қазір білесіздер, олар азот, фосфаттан жасағанда қымбат химикалық заттар. Мына күкірттен жасалғандар өте ұзақ мерзімде арзан. Қазір енді ол қателеспесем миллиондаған тонна жиналып қалған. Теңгіз Шевролдың өзінде қанша 20 миллиондан астам қазмұнайгазымыз бар, басқа нелеріміз бар. Сондықтан мінекейіңіз, қарапайым бір шешім болса да, осы мықты серіктестіктер арқасында біз қазір қолданбалы ғылыми зерттеу форматына көшіп жатырмыз. Енді өкінішке орай эфирдегі уақытымыз шектеулі. Соңғы сұрақ, сөзімізді түйіндей келе. Бұның барлығының нәтижесі қандай болмақ, сіздің ойыңызша? Және қашан болмақ? Енді білім саласы өкінішке орай ол неге ауыл шаруашылыққа ұқсайды. Сіз бірінші не істейсіз? Жерді қазасыз. Сосын ол жерді дайындайсыз. Сосын егесіз дән. Сосын оны жабасыз да, суарасыз, күтесіз. Бүкіл шарттарды ақырындап, сосын ол аяққа тұрады, сосын бір шығады, ақырындап, сосын кемде бір 5-10 жыл бір ағашқа, сосын бір жас ағаш болады, өсет. Кемінде бір 5-10 жыл керек бір цикл. Бір ғана мысал мен оны Назарбаев университет, мінекейіңіз, биыл 16 жылға толып отыр. Міне 16 жылдың ішінде шын мәнінде мықты университет болды. 16 жылдың ішінде. Осыдан бір 10 жыл бұрын сұрасаңыздар, қай Назарбаев университет әлі түсініксіз. Міне 16 жылдың ішінде бір толық бір циклынан өтті. Кемінде бір 3-4 толқын түлектерді берді. Қайда 10 толқын. Тұңғыш түлектері 10 жыл бұрын, мінекейіңіз 10 толқын түлектерін берді. Міне 10-11 толқын. Енді оны мықты университет деп айтуға болады. Міне, өкінішке орай, жоғары білімде, жалпы білімде осы цикл. Оны қазір, мына министрлердің бәрі осы, мен бастап кеттім, енді нәтижені 10 жылдан кейін көресіз. Бірақ, менімше, бір 2-3 жылдың ішінде осы нәтижелер шығуға бастайды. Қазірдің өзінде ата-аналардың арасында талас. Ойбай, мына Кардиф университет ашылып, Астанада баламды, мен қазір білемін, звондайтын. Ойбай, балам, емтихан өтіп кетті, баламды түсіп беріңдерші деп. 2-3 жылдың ішінде нәтижелер шығады. Біз нені күтеміз? Бірінші тұңғыш түлектерді күтуіміз керек. Ол бірінші, 1-2 буын түлектер шыққанда, еңбек нарығында олардың сапасы мүлдем басқа деңгейде, ағылшын тілдері, басқа тілдерде сөйлегендері, озық технологиялар меңгергенде
жұмыс берушілер көздері ашылды. Мінекейіңіз, оттаған министр дұрыс айтты. Шын мәнінде де басқа сапамен шыққан түлектер маған қазір көмектесіп жатыр. Жаңа мықты кәсіпорындар ашылып жатыр. Жалпы ғылымның зерттеулердің деңгейі де. Сондықтан мен толық сенімдімін. Бұл неге десеңіз, білімге деген инвестицияның сондай бір керемет нәтижесі бар. Сіз сол дән секілді еккенде жерге көміп, қандай ағаш өскенін шын мәнінде де білмейсіз. Ол керемет бір ағаш өсіп кетуі мүмкін. Осы қазір мына мықты университеттерде оқып жүрген қазақтың балалары, қазақстандықтар, солардың ішінен болашақ Байтұрсыновтар, болашақ Эйнштейндер, болашақ Илон Масктар шығуы мүмкін. Адами капиталға инвестицияның сондай бір керемет табиғаты, нәтижелерді сіз білмейсіз, қандай керемет бір нәрсе болуы мүмкін. Уақытында есіңізде болса, осыдан қанша бір ғасыр бұрын совет кезінде жаппай сауатсыздықты жою деген, ликбез деген үлкен ликвидация безграмотность, үлкен бір бағдарлама басталған тұғын. Миллиондаған адамдарға барып, ол кезде қарапайым мақсат ол миллиондаған адамдарды оқыту, жазуды оқыту бітті. Есіңізде болса, ең шалғай аудандарға барады, комсомолдарды жібереді. Первый учитель деген бір кино болған тұғын. Барады бір кішкентай ауылға мектепті ашып, қайда бір кигіз үйде бір мектепті ашады, оқытады балаларды. Сол бір дән лақтырдыңыз, бір білімге деген инвестицияны қойдыңыз. Соның арқасында Совет одағы бір 10, 15, 20 жылдың ішінде үлкен, сұмдық үлкен технологиялық державаға айналды. Солай ғой. Космосқа адамдарды жіберді. Сондықтан бұл инвестиция қалай болса да өзінің әсерін береді. Мен ауыз толтырып айтатын бір нәтиже болмаса да, бірақ көзі ашық, сана сезім өзгерген, тілдерді меңгерген, осы басқа мәдениетті, басқа елдерді көретін, түсіне алатын бір буын шығады осы мектептерден. Сондықтан мына қатты сынға тартқан біздің көрермендерімізге, әріптестерімізге ой керек жоқ, мыналардың бәрі не үшін дегендей, мына болашақ бағдарламасында қатты сынға тартады кейде. Бірақ барып шетелді оқып, келіп, қалай болса да, ол адамдар қатты көмектесті Қазақстанға. Енді біз керісінше мықты университеттерді Қазақстанда шетелге бармай-ақ мүмкіндік беріп жатырмыз. Қазір көп ата-аналар енді түсініп жатыр осыны. Қазір енді түсініп жатыр. Маған қазір көп адамдар шығып жатыр. Неге айтпай жүрсіз? Астанада Кардиф тәрізді, Ковентри тәрізді, Бейжің тіл университеті тәрізді, қандай керемет университеттер ашылып жатыр. Сондықтан құрметті Арман аға, құрметті көрермендер, бұл өте маңызды бастама. Оның жемісін әлі біз көреміз алдыда, бірақ 2-3 жылдың ішінде сөз берем сізге, бір нақты нәтижелер шығуға бастайды. Жақсы, ләйім айтқаныңыз келсін енді. Жасап жатқан ісіңізде өте маңызды дүние. Рахмет сізге, студиямызға келіп, біраз сұрақтарға жауап бердіңіз. Көптеген көрерменнің көкейінде жүрген біраз сұрақтарға жауап алды деймін сіздің өзіңізден. Құрметті көрермен қауым, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Естеріңізге түсіре кетейін, біздің бүгінгі қонағымыз ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек болды. Келесі кездескенше, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.